Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын, қонақ келгенде тез-ақ дайындалатын салатты үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен колбасамызды осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Колбаса менде мұсылманский ласка деген колбаса. Осы колбасаны қолдансаңыздар, салаттарыңыз өте керемет болып шығады. Егер де осы колбаса болмаса, басқа да колбасаны қолдансаңыздар болады. Колбасамызды турап алдық. Енді қиярды да тура солай бөліктерге бөліп, ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Қиярымызды турап болдық. Артық ыдыстарды алып тастап, ыдысымызға енді консервадағы фасольді саламыз. Содан соң корейский морковь салатты саламыз. Содан соң консервадағы жүгерімізді салып, үстінен майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымызды жақсылап араластырып алдық. Қонақ келгенде дайындап берсеңіз, ұнайтыны сөзсіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ас болсын.